жазушымен сендер 6-шы сыныптан бері таныссың ғой негізі, естеріңде болды. 6-шы сыныпта қазақ әдебиетінен Жусан Иісі деген әңгіме оқығансың. Аян деген мүгедек бала туралы, онда сол тағдыры ауыр, оқушы туралы бейнеленген повесть болды. Сайынбек пен Семерек қысқаша таныстырып өтті. 1936 жылы Алматы облысы Қапал ауданында дүниеге келген. 2017 жылы дүниеге келген. 2015 жылы Сайынбектің сол Жусан Иісі повесті бүкіл Қазақстан бойынша бір елді кітап акциясында қазақстандықтарға, мектеп оқушылар болсын, кітап сүйер оқырман қауымға болсын, сол шығарманың оқу табысталған еді. Қандай да бір шығарманың болсын, сендер әдебиеттен өтіп жатырсыңдар, иә? Мысалы, мына жерде бізде мынандай кесте берген жабайы алма, яғни оқиғаның басталуы, композициялық құрылымы, дұрыс айтасың. Одан кейін оқиғаның дамуы, шарықтау шегі, шиеленісуі шығарманың шешімі болады. Әрбір шығарманың, иә? Енді араларында осы шығармамен таныстарың бар ма? Өз ойыңды айтып кетсең, сол шығарма туралы. 1972 жазылған «Жабайы алма» атты повесі сол соғыс жылдарындағы балалық шақтың, сыни сұрапыл соғыс жылдарындағы балалардың қас қалпындағы бейнелері суреттелген болады. Қазақ прозасының хас шебері Сайынбектің өте керемет туындысы осы «Жабайы алма» шығармасымен танысып бөлістік. Бұл «Жабайы алма» туындысында Сайынбек балалардың әсіресе соғыс жылдарындағы көрген қиындығын, жаңа айтып өткендей жесір қалған әйелдердің, әкесіз, ата-анасыз қалған балалардың соғыс жылдарында көрген қорлығын сипаттап жазған. Осы шығармадан түйгенім, бұрынғы соғыс кезінде балдар мен қазіргі балдар айырмашылығы үлкен айырмашылық бар. Қазіргі балдар тоқшылық заманда өмір сүріп жүр, ал бұрынғы заман балдары қиыншылықта өмір сүрген. Осы шығарманы енді оқимын.